Сәлем, қайырлы күн оқырман. Кім шоколадный сникерсті жақсы көреді, онда дәл осы сникерсті чизкейкті жасап көруді ұсынамын. Бір жасағаннан шығады. Видеоны жоғалта алмашын каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдыменен кез келген шоколадты печенье жарайды. Дәл осындай печеньемізді сок-выжималка не болмаса блендермен жақсылап ұнтақтап дайындап аламыз. Дайындап алған ұнтақты осылай ыдысымызға салып, оның үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қолдың көмегімен қамыр дайындайтын боламыз. Ешқандай да қамыр жасауды, дайындауды талап етпейтін, қамыр жаюды талап етпейтін дәл осындай чизкейкті сізде жасап көріңіз. Дәл осы қамыр дайындап алғаннан соң, осы дайын қамырымызды алдын ала дайындалған формамызға салып, формамызға орналастырып алатын боламыз. Енді осы дайын формаға орналастырған қамырымызды морозилькке кішкене уақыт, 10-15 минут уақытқа қатыруға қоятын боламыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Қаймағымыздың үстінен 3 дана жұмыртқамызды жарып салып, оның үстінен вареный сгущенкамызды құйып салып алатын боламыз. Достар, керекті массалардың, керекті ингредиенттердің грамм массаларының барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде көріп жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Торт жасау қолдарыңыздан келмесе, онда дәл осы чизкейкті жасап көріңіз. Бізде дәл осындай салма дайын болып шығады. Дайын болған салмасын осы жаңағы формамызға құйып, 180 градуста 30-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Оған дейін пісіруге дейін біз ганашымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бетіне құйғанға ганашымызға осылай шоколадымызды үстіне сары майымызды құйып, екеуін жақсылап ертіп, оның үстінен орехи жаңғақтарын дәл осылай салып, жақсылап араластырып дайындап алатын боламыз. Осымен біздің ганашымыз дайын. Енді пісіп шыққан пирогымыздың бетіне осы шоколадты ганашымызды құйып алатын боламыз. Достар, видео рецепт ұнаған болса, комментарий бөліміне өз ойларыңызды қалдырып, кім жасап көрді, өз пікірлеріңізбен, отзывтарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер болады. Осылай пісіп шыққан пирогымыздың, чизкейктің бетіне осылай шоколадты ганашымызды құйып дайындап аламыз. Видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде видеоны жоғалта алмашын каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Осы чизкейкті жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, ұнамаса дизлайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.